Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен бірге өте жеңіл кешкі ас дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ең алдымен қызып тұрған қазанымыздың ішіне аздап майымызды құямыз. Қызып тұрған қазанымыздың ішіне осындай тұздалмаған, шандырсыз таза қара кесек етімізді салып, осылай соломка ұзынша етіп, жұқалау етіп турап, қуырып жатқан етіміздің суы шыға бастаған кезден ұсақтап туралған пиязымызды салып, қуыруды жалғастырамыз. Енді оның үстіне кинза, тұз және де тәтті бұрышымызды салып, тағы да қуыруымызды жалғастырамыз. Оның үстіне тағы да осындай томатный пастамызды керегінше тағы да салып аламыз. Енді 2 шай қасық ұн салып, тағы да қуыруды жалғастырамыз. Енді үстінен су құйып, қазанымыздың астын жай қойып, жай қайнатып аламыз. Енді тамағымыздың гарнирін дайындап аламыз. Ол үшін қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, жуып тазаланған күрішімізді салып қуырып аламыз. Қуырғанда да қыздар қатты қуырмаймыз, жай ғана барлық жеріне май жақсылап тигенше араластырып аламыз да, күріш пен суды бірге бір салып қайнатып аламыз. Қайнап болған соң палау басқандай оны күрішті де демдеп аламыз. Күрішіміз жақсылап қуырылып жатқан кезде оның үстіне осылай жарты ас қасық тұзымызды салып, тағы да біркелкі араластырып жібереміз де су құямыз. Күрішіміздің суы тартылған соң осылай біркелкі етіп ортасына жинап 15-20 минутқа жақсылап. Қыздар, міне біздің тағамыз осылай болып шықты. Күрішті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша горохпен немесе тәтті жүгермен осылай дастарханға тарсаңыздар болады. Бұл өте жеңіл кешкі ас. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте тез дайындалатын тағам. Барлықтарыңызға ас болсын.